Сан ғасырлық құнарлы тарихы бар, ұлы даланы мекен еткен қазақ халқының баспанасы киіз үй. Киелі шаңырағымыз бау басқұрлармен, шашақты желбаулармен безендірілген. Тәрбие тал бесіктен басталады демекші, киелі бесігіміз кішкентай нәрестенің үйі. Бесік көшпелілер үшін өте ыңғайлы болған. Қыз жасауының міндетті бөлшегі саналатын сандық, құрақ көрпе, жас отбасының басы құралып, үбірлі-шүбірлі болуының бастамасы іспеттес. Дөңгелек үстел, ұлттық ыдыс-аяқтар, оюлы түс киізіміз. Қазақ қолөнерінің барлық түрінде кездесетін қошқар мүйіз, молшылық пен береке байлықтың ырымын білдірсе керек. Ұршық, келі келсап, жіп иіретін өрмек сынды тұрмыстық бұйымдарымызбен қатар, көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан халқымыздың қасиетті төрт түлігі де осында. Ағаш ұсталарының қолынан шыққан, желдің сыбдырынан бастап, бүкіл тіршілік құбылыстарын сиқырлы күй арқылы халқымызға жеткізетін ұлттық аспаптар композициясы. Ерте ғасырларда қолданған тұрмыстық бұйымдар. Зергерлік ұлттық мәдениетіміздің тарихында ерекше орын алады. Әшекей бұйымдар тек сәндік үшін ғана емес, тазалық үшін, денсаулық, тәлім-тәрбие мен сыйластықтың, қарым-қатынастың дәнекері болып табылады. Бойтұмарлар қауіп-қатерлерден сақтаса, құдағи жүзік сыйластықтың белгісі. Ерте ғасырларда зергерлік бұйымдар көбінесе аң стилінде жасалған. Сонымен қатар, Жетісудағы Есік қорғанынан табылған Сақ ханзадасының киімі де 4000-ға жуық алтын әшекейлермен аң стилінде безендірілген. Жер жәннаты Жетісу жемістерінің бірі әрі бірегейі, аты әлемге әйгілі Алматы апорты мен әдемі қызғалдақтарымыз. Қазақ халқының ежелгі кәсіптерінің бірі аңшылық пен саятшылық. Ежелгі аңшыларымыз аулаған жан-жануарлардың мүйіздері. Батыс пен шығысты байланыстырған ұлы жібек жолы арқылы келген көне жәдігерлер, Үндістаннан келген құдайлар мүсіні, Египеттік фараон және Византияның әдемі құмыралары. Осы орайда біздің ауылымызға да жібек жолы атауы берілгендігін мақтанышпен атап өткіміз келеді. Орта ғасырларда ұлы жібек жолы бойында көптеген қалалар бой көтерді. Солардың бірі Қаһарман қала Отырар қаласынан табылған жәдігерлеріміз. Түркістан түркі әлемінің бесігі. Қазақстанның тарихы мен мәдениетінің қайталанбас ескерткіші Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі және Тайқазан. Сонымен қатар көне Самарқанд қаласынан табылған жәдігерлер. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа арналған шығармалар және елбасының төл туындылары. Тәуелсіз еліміздің тұңғыш валютасы ұлттық теңгелеріміз және Кеңес одағы тұсындағы банкноттар мен тиындар. Ұлы Отан соғысына қатысып, ерліктің ерен үлгісін көрсеткен жерлестеріміз және тыл ардагерлері мен ауылымыздың ауған соғысы ардагерлері. Соғыс жылдарынан қалған киім-кешектер мен құрал-саймандар. Кеңес одағы тұсындағы қолданылған тұрмыстық бұйымдар. Батыр жерлестеріміздің есімі ауылымыздағы даңқы өшпес ерлікке мәңгі құрмет ескерткішінде қашалып жазылған. Сан ғасырлық мәдени мұраларымызды сақтап, ұрпақтан ұрпаққа жеткізу баршамыздың борышымыз.